Сәлем беру салтымыз. Сәлемнен сөз басталған халқымыз. Аман есен жүрсіздерме жалпымыз. Таныстырсам өзімді, атым менің Дана. Кішкентаймын мен әлі, жұрттың бәрі танима. Икрам атты әкем бар, еркелетер күлім деп. Гүлжайнар деген анам бар, әпелетер гүлім деп. Ұстазым Гүлжамал апай аяулады, бізден бар білгенін аямаған. Осындай ұстаздың арқасында көпшілікті көңілі тояр маған. Құтты болсын күзгі бал салтанатты, таныстырып өтемін мен өзімді. Руым Найман деген елдің ару қызы мен боламын Ақкенже. Қасымбек атты әкем бар, еркелетер күлім деп. Ания деген анам бар, мәпелейтін күнім деп. Енді мен өзімнің қол еңбегімді көрсетемін. Мен күзгі жапырақ пен шырша бүршігінен қабырғаға ілетін әдемі композиция жасадым. Менің атым Дәулеткелді Еркеназымет, 9 жастамын. Бұл күздік ханшайымды өз қолымнан жасадым. Күздік ханшайым жеміс жидектерді теріп алып төгіп жатыр. Бұның ішінде сәбіз бар, пияз бар, картошка бар, ашты бұрыш бар, және чеснок бар. Күздік мезгіл өте әдемі. Күздік мезгілінде біз көп жеміс жидектер теріп аламыз. Мен 12-ші жалпы білім беретін мектептің 3-ші Ә сынып оқушысымын. Жасым 8-де. Мен би курсына қатысамын. Би апайым Айгерім Рахатовна. Маған би курсы ұнайды. Және би апайыма алғысым шексіз.